Сәлем балалар, бүгін математика 15-ші сабақ. Бүгін сабақта 7 санның құрамын анықтап үйренеміз. Бірінші тапсырмаға қараңыздар. Суретке қара, әр сөредегі кітаптарды сана. Әр сөреде 7 кітаптан болу үшін неше кітаптан қою керек дейді. Бірінші сөренің жоғар жағында тұрған 2 көк кітаптан бастайық. Екеу тұр. Бізге 7 кітап болу үшін бұл 2 кітапқа 5 кітапты қосамыз. Сол кезде бізде сөреде 7 кітап болады. Оның астында кітаптарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 қызыл кітап бар. 7 кітап болу үшін біз оған тағы 1 кітапты қосуымыз керек. Келесі оның астында тұрған 1, 2, 3 кітап бар. Ол 7 кітап болу үшін 3 кітапқа біз тағы 4 кітапты қосуымыз керек. Одан кейін келесі сөреде жоғар жақта тұрған қызыл кітапты қарайық. 1, 2, 3, 4, 5 кітап бар. 7 кітап болу үшін біз сөреге тағы 2 кітап қосуымыз керек. Келесі сөреде бізде 4 кітап тұр. 7 кітап болу үшін біз оған тағы да 3 кітап қосуымыз керек. Және соңында 1 кітап тұр. 7 кітап болу үшін біз оған 6 кітап қоюымыз керек. Келесі тапсырма 7 санның құрамын дейді. Бірінші кітаптармен байланыстырып қарайық. Бізде көк кітаптан 6 тұр. Оған 1 қызыл кітапты қоссақ, онда бізде 7 шығады. Келесі бізде 5 көк кітап тұр. Оған 2 қызыл кітапты қоссақ, бізде 7 шығады. Келесі 4 көк кітап тұр. Оған 3 қызыл кітапты қоссақ, 7 шығады. Одан кейін 3 көк кітап тұр. Оған 4 қызыл кітапты қоссақ, 7 кітап шығады. Келесі 2 көк кітап тұр. Оған 5 қызыл кітапты қоссақ, 7 шығады. 1 көк кітапқа 6 қызыл кітапты қоссақ, бізде 7 кітап шығады. Балалар, естерінде сақтаңдар. 7 санның құрамы 1 мен 6, 2 мен 5, 3 мен 4, және дәл осы сандар керісінше 6 мен 1, 5 мен 2, 4 мен 3 бізде 7 санның құрамы болып табылады. Келесі тапсырма бос орындарға тиісті сандарды ата және жаз. 6 қосу бос орынға біз енді 7 шығу үшін қызыл кітап біреу көрсетіп тұрған 1-ді қосамыз. 6-ға 1 қоссақ бізде 7 шығады. Келесі астында қандай санға 6-ны қоссақ 7 шығады? Әрине 1. Келесі тұрған бос орынға біз 1 деген санды қоямыз. Одан кейін астында 7, мінеки бізде 7 кітап тұр. Одан 1 қызыл кітапты алып тастасақ қанша қалады? Бізде 6 қалады. Немесе оның астындағы 7-ден біз 6 көк кітапты алып тастасақ қанша қалады? 1 қызыл кітап қалады. Және келесі бізде 7 кітап көрсетілген, оның 5-еуі көк, 2-еуі қызыл. Енді 5-ке біз қандай санды қоссақ 7 шығады? 5 көк кітапқа 2 қызыл кітапты қоссақ 7 шығады. Яғни 5 қосу 2 тең 7-ге. Және астындағысы қандай санға 7-ге 5-ке кешірім сұрайым. Қандай санды қоссақ 7 шығады? 5-ке 2 деген санды қоссақ 7 шығады. Және бізде барлығы 7 кітап, одан 5 көк кітапты алып тастаса қанша қалады? 2 қызыл кітап қалады. Немесе 7 кітаптан 2 қызыл кітапты алып тастаса қанша қалады? 5 көк кітап қалады екен. Келесі үшінші бізде 7 кітап берілген, оның 4-еуі көк, 3-еуі қызыл. Енді мына 4-ке қандай санды қоссақ 7 шығады? 4 кітапқа, яғни 3 деген санды 3 қызыл кітапты қоссақ 7 шығады. Келесі қандай санға 4-ті қоссақ 7 шығады? 3 деген санға 4-ті қоссақ 7 шығады. Келесі 7-ден 4-ті азайтсақ 3 шығады, және 7-ден 3-ті азайтсақ бізде 4 шығады. Келесі тапсырма оқушылар кітапқа арнаған бет белгілер жасады. Олардың әрқайсысына көрсетілген санға сәйкес суреттер болуы тиіс. Тағы неше сурет желімдеу керек дейді. Бірінші суретке қарайықшы, бізде гүлдің суреті тұр, қызыл. Қасында бізде 7 деген сан көрсетіп тұр. Ал гүл қызыл нешеу? 1, 2, 3. Енді көрсетілген санға сәйкес болу керек. Сонда біз мына 7 деген сан шығу үшін 3 гүлге тағы неше гүлді біз желімдеуіміз керек? Неше гүл қосу керек қасына? 7 шығу үшін. Әрине 4. Тағы да 4 гүлді желімдеп қасына қоссақ, бізде 7 деген сан шығады. Келесі астында жапырақтың суреті тұр.
Жапырақтың екі суреті тұр, ал көрсетілген сан 6. 6 деген сан шығу үшін бізге тағы да неше жапырақ керек? Әрине 4 жапырақ керек. Тағы да 4-те қосақ бізде 6 шығады. Келесі жұлдыз тұр, үшінші. Жұлдыз бізде 4, ал көрсетілген сан 5. 5 шығу үшін біз неше жұлдыз керек тағы да? Әрине 1 жұлдыз керек. Қасына 1 жұлдыз қоссақ, бізде суретте көрсетілгендей 5 шығады. Келесі жазуларды түсіндір. 4 қосу 3 дейді. Енді бұл жерде балалар 3 деген санның орнына оның құрамын жазған. Яғни 3 бізде 1 қосу 1 қосу 1. Яғни бірлердің 3 бірден тұрады. Соны жазған. Сонда 4 қосу 1 қосу 1 қосу 1 ол да 7-ге тең. Немесе 3 деген санның құрамына 2 қосу 1-ді жазған. 4 қосу 2 қосу 1 ол да 7-ге тең. Яғни бұл 3 санның құрамын жазсаңдар да, 3 санның өзін жазсаңдар да жауабы бірдей 7-ге тең. Келесі 7 азайту 3. Бұл 3-дің орнына 1 азайту 1 азайту 1 деп жазды. Яғни 7 азайту 1 азайту 1 азайту 1 ол да 4-ке тең. Немесе 7 азайту 3 ол да 4-ке тең. Немесе 3-дің орнына құрамы 2 мен 1-ді жазған. 7 азайту 2 5, 5-тен 1-ді азайтсақ 4. Сонда 7 азайту 3 деп жазсаңыздар да, немесе 3-дің орнына 2 мен 1, немесе бірлерді жазып шықсаңдар да жауабы бірдей 4-ке тең болады. Бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.